Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер өте жұмсақ әрі дәмді сочниктер пісіретін боламыз. Сочниктерді пісіру үшін біздер ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқамыз бен қантымызды араластырамыз. Үстіне қаймағымызды саламыз. Алдын ала ерітілген сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Шым-шым тұз саламыз. Үстіне қопсытқышымызды саламыз. Және алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап бірінші қасықпен немесе венчикпен араластырсаңыз болады. Кейінірек қамыр қойылына бастағанда қолмен араластырып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығуы керек. Енді қамырымыздың бетін жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Әзірге салмасын дайындайтын боламыз. Салмасын дайындау үшін біз ірімшікті қантымызбен бірінші араластырып аламыз. Енді үстіне қаймағымызды саламыз. Жұмыртқамыздың тек ақ-уызын саламыз, ал сарысын алып қоятын боламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Ұнның орнына крахмал қолдансаңыздар да болады. Осымен біздің салмамыз дайын. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, оны 12 бөлікке бөлетін боламыз. Мен әр бөлікті дөңгелетіп дайындап алдым, себебі жаюға ыңғайлы болуы үшін. Енді сочнигімізді дайындап бастаймыз. Ол үшін бір бөлікті алып, 5 мм қалыңдық болғанша
ұзыншайлау етіп жаямыз, үстіне салмамызды салып, үстінен осылай жауып, видеода көрсетілгендей барлығын бірдей дайындап шығатын боламыз. Сочниктеріміздің бетін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз және алдын ала 200 градусқа дейін қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Сочниктеріңізді қарап тұрыңыздар, себебі әркімнің пеші әртүрлі болады, сондықтан да уақытын өздеріңіз есептеп тұрғандарыңыз жақсы. Мінекей осындай жұмсақ, әдемі, ауызда ерейтіндей сочниктер дайын болды. Өте тез әрі оңай дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантып жүріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда тағыда осындай оңай, әрі жеңіл, әрі тез видео рецепттер шығаратын боламын. Менімен бірге болыңыздар.